The theme is much, many, little, few. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен much, many және little, few сөздердің қалай қолданатынын үйренеміз. Many және much сөздерінің мағыналары бірдей. Екеуі де көптеген мағынаны білдіретін сөздер. Many мен much мөлшерді білдіретін сөздер. Ағылшынша quantitative pronouns болады. Екеуінің де мағынасы бір, бірақ қолданылуы екі түрлі екен. Мысалы, заттардың арасында біз білеміз саналатын және саналмайтын заттар бар. Соған байланысты екеуі екі түрлі қолданылады. Many саналатын заттардың мөлшері саны көп екендігін білдірсе, көпше түрдегі зат есімдермен бірге жазылады. Countable nouns саналатын заттар. For example, she has many friends. Ода көп достары бар. There aren't many people here. Мұнда көп адамдар жоқ. How many properties do you own? Сенде қанша мүлігің бар? Достар, many'ді тек саналатын зат есімдермен көпше түрде қолданамыз. Much'ты қай кезде қолданамыз? Саналмайтын заттардың мөлшері көп екендігін білдіреді. Мысалы, ақшаны 10 ақша, 30 ақшалар, 50 ақша деп санай алмаймыз, сондықтан көбінесе much сөзімен қолданылады. Ал теңгені санай аламыз. Many теңге деп айтуға болады. Теңгенің көпше түрі де теңге. Сондықтан соңына s жалғауы жалғанбайды. Қазақша көп теңгелер деген тіркесте дұрыс емес, сондықтан оның орнына жалпы much money деп айтамыз. Мысалдарға назар аударайық. Uncountable nouns, a large amount. Саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. For example, the party was so much fun. Отырыс өте көңілді болды. Яғни көңілді деген көп көңілді деп айтпаймыз. Сондықтан much сөзін қолданамыз. I didn't get much sleep last night. Мен түнде көп ұйықтаған жоқпын. Ұйықтау саналмайды, сондықтан much сөзін қолданып отырмыз. Сұрақ қойылғанда how much саналмайтын зат есімдерге қолданылады. How much money do you have? Сенде қанша ақшаң бар? Few және a few есімдіктер саналатын есімдермен қолданылады. A few бірнеше, few аз деген мағынаны білдіреді. Енді мысалдарға назар аударайық. He has a few good friends, so he's happy. Ода бірнеше дос бар, және де ол бақытты. There are few books on the shelf. Мұнда біраз кітаптар бар. We stayed a few days in Paris and visited the Eiffel Tower. Біз біраз күндер бұрын Парижде тоқтағанбыз. Және Eiffel мұнарасын көрдік. Fewға бірнеше мысал келтірейік. I have got few friends in the city, so I'm lonely. Яғни few аз деген мағынаны білдіреді. They have got few cake on the table. Үстелдің үстінде аз ғана пирожный бар. He has few photos on Instagram. Инстаграмда фотосы аз-ақ. Little, a little саналмайтын зат есімдермен қолданылады. A little біраз, little аз ғана жеткіліксіз деген мағынаны білдіреді. A littleге мысал, there is a little milk in the refrigerator. Тоңазытқышта біраз ғана сүт бар. Would you like a little water? Су бересіз бе? Яғни жеткілікті түрде біраз деген мағынада айтамыз. Mary got a little bit of pie. Мэриде бәліштің біразы бар. Can't you discount it a little? Біраз бағасын төмендетіп бересіз бе? I need a little sugar, I'll have tea. Маған біраз қант керек, мен қазір шай ішемін. Енді little мен мысалдар. I'm sorry, I speak a little French. Кешіріңіз, французша мен аз сөйлеймін, жеткіліксіз. There was little time to finish my homework. Үй жұмысын аяқтауыма азақ уақыт болды. The kitten is little. Мысықтың баласы кішкентай. I have drunk little water this morning. Таңертең мен азақ су іштім. Біз сіздермен much, many, a few, a little және little сөздерін қалай қолданылатынын өттік. Түсінсеңіздер, екінші жаттығуды орындап көріңіздер. Bye-bye.